Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жайындағы күтім жайлы сөйлесетін боламыз. Яғни, үй жағдайында бетімізді қалай, оңай, арзан және тез крем, не болмаса маскалардың орнын алмастыратын бір ингредиент жайлы білетін боласыздар. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы шаш, бет күтімі, негізі сұлулық жайлы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін арнайы түсірген видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің бөлісетін пайдалы рецепт не болмаса лайфхактарыңыз болса, комментария бөліміне жазып, бөлісе кетсеңіздер болады. Бірге міндетті түрде жасап көретін боламын. Негізі мен бүгін сіздермен бөлісетін рецепт барлық жаңағы жастағы қыздар, ұлдар, апалар мен тәтелер, жаңағы жас өспірімдер барлықтарына бола береді. Және де ол ингредиентпен күнделікті күніне 2 немесе 3 мезгіл пайдаланатын болсаңыз да ешқандай кері әсері жоқ. Тек қана қабынған, яғни ашық жара, открыта рана кезінде мейлінше пайдаланбаған жөн. Ал басқа жағдайда безеу, бетіңіз не болмаса денеңіз күн көзінен жаз мезгілінде су жағасында жатып демалған кезде, күйдіріп алған кезде, сол кезде өте жақсы көмектеседі. Бет құрғақ, қабырықтанып, бетіңізде тоналка тұрмайтын болса, сол кезде сізге арналған таптырмас ингредиент болып саналады. Бетіміздегі мимикалық әжімді қалай кетіреміз? Бетім тым құрғақ, тоналка, не болмаса BB крем жақсам, қабыршықтанып, жаңағы бетінде кремдер тұрмайды. Не болмаса бетім тым майлы, болмаса безеулер өте көп шығады, аллергия көп нәрсеге беріп жатады, пигментация бар, мимикалық әжім бар. Осының бәріне пайдалы ол қандай бір ингредиент десеңіз, барлықтарыңызға белгілі алоэ гүлі. Сіздер көптеріңіз білесіздер алоэ гүлінің пайдасын, бірақ не екенін білмеймін, пайдаланбайсыздар. Біле білсеңіздер алоэ гүлі күнделікті сіздің ішіп жүрген 2 литр суыңыз, яғни соның ішкен суыңыздың бетке барар мөлшерін алоэның бір жапырағы 3 есе көп береді. Алоэны негізінде жас өспірімдерге өте пайдалы. Ол кезде жаңадан бетіңізге безеулер шығып, енді мазаңызды алып бастаған кезде алоэ гүлімен әрдайым сүртіп отыратын болсаңыз, тезірек құтыласыз. Ал құрғақ бетті міндетті түрде 3 мезгіл таңертең, кешке, түсте және де әр боянатын алдында жаңағы база, тоналка ретінде қолдануға да болады. Сол кезде күні кешке дейін бетіңіз ылғалдығын ұстап, және де бет терісін емдейді. Ол гарантированы, сол үшін міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Ал алоэның құрамындағы коллаген көп болған соншалықты ол біздің мимикалық әжімдердің көбеймеуіне және оның алдын алуына жақсы көмегін тигізеді. Сол себепті майда әжімдеріңіз болса, сізге алоэның құрамында токсиндарды жоятын арнайы элементтер бар. Соның арқасында бетімізді керек емес вирус инфекциялардан қорғап, ылғалдандырып, мимикалық әжімдерімізді коллагендермен толтырып, бетімізді минералдармен суға байытып, бетімізді жастығын ұзағырақ ұстауға көмектеседі. Оны қалай пайдаланамыз десеңіздер, өте оңай, ең қарапайым түрі және де ең тез жасалынатын жолы, ол қарапайым осылай жапырағын кесіп алып, ортасын 2-ге бөліп, маған мысалға осы жаңағы кусок жеткілікті. Ортасын 2-ге бөліп алып, қарасаңыздар, осындай ылғалды гель бар.
Осы гельмен бетіңізді үнемі сүртіп отырсаңыз, барлық бізге керек кремдердің құрамындағы заттарды, элементтерді алоэдан алатын боламыз. Ол үшін осындай қарапайым алоэ жапырағын кішкентай мөлшерде кесіп аласыз. Осылай таза, жақсылап жуып алынған бетке жағып, одан кейін қалған жапырағымызды тоңазытқышта 3 күнге дейін ұстауға болады. Алоэ гүлін тек қана бетке емес, мойынға, қолға, барлық зоналарға, яғни теріге, барлық жерге пайдалануға болады. Мен өзім алоэны пайдаланып жүргеніме 3-4 жыл көлемі болды. Бетімізге, мойнымызға жағып болғаннан кейін, оны жуып тастаудың қажеті жоқ. Себебі ол біздің бет терісімізге 3 есе глубже, яғни тереңірек сіңіп, бет терісінің астынан бастап ылғалдандырады. Ал білсеңіздер, ылғалды жақсы 100% ылғалды теріге безеуде шықпайды, әжімде түспейді, пигментацияда түспейді, және бет терісінің түсі өзгермей, бет терісі тез қартаймайтын болады. Сол үшін адам жастығын, сұлулығын сақтау үшін ең басты ереже бет терісінің ылғалдығын мейлінше көбірек ұстау. Сол себепті қазіргі таңда Корея мемлекетінің ұсынатын кремдері бетті ылғалдандыруға арналады. Соның орнын алмастыратын алоэ.